Ғалымдар күніне 800 грамм жеміс-жидек пен көкөністерді қабылдау адамның жүрек қағысы мен қан тамырлар жүйесінің жұмысын нығайтып, өмір жасын ұзартатынын дәлелдеп шықты. Бүгінгі видеода адам ағзасына маңызды 10 түрлі жеміс-жидек пен азықтар жайында тоқталатын боламыз. Кеттік ендеше. Алма. Алмада жасынықтың өте көп мөлшері бар. Алмадағы темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Сонымен бірге дәрумендер мен микроэлементтер кездеседі. Алма холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз және каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетуді өтінеміз. Өрік. Кардиологтар жазда өрікті, қыста кептірілген өрікті жеуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс калий элементінің кездесуі бойынша чемпион атанып тұр. Кепкен өрікте өрікке қарағанда калийдің мөлшері анағұрлым көбірек. Сонымен бірге жүректің соғысына қажетті каротин мөлшері де жеткілікті. Банан. Бананда калий мен магнийдің мөлшері көп кездеседі. Калий мен магний жүрек тонусын реттейді және жүрек қағысына әсер етіп, қан тамырларындағы тромбтардың түзілуінің алдын алады. Құрма. Құрмада селен көп. Бұл элемент иммундық жүйені нығайтады. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының қаупін азайтады. Сондай-ақ құрманың құрамында тісімізді кариестен қорғайтын фторид, сонымен қатар темір, магний, фосфор, каротин, тіпті маңызды амин қышқылдары да бар. Құрма ағзаны нығайтады және оған қуат береді. Грейпфрут. Грейпфрут адам ағзасындағы жаман холестериннің мөлшерін азайтады. Грейпфрутте магний көп, ол спазмды болдырмайды және жүрек қызметіне пайдалы әсер етеді. Сарымсақ. Сарымсақта аллицин атты эфир майы кездеседі. Аллицин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамырлары, тыныс алу, иммундық жүйедегі асқазан, ішек жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Тары ботқасы. Тары ботқасы құрамында магний, калий, мырыш элементтерімен қоса В6, ПП дәрумендеріне өте бай. Ол жүрек жұмысының саулығына оң әсер етеді. Құрамындағы магний артериалды қан қысымын төмендетеді. Шпинат. Бұл жапырақты көкөніс суперфрут. Ол дәрумендер, жасынық, минералдар мен антиоксидантқа бай. Сонымен бірге диета ұстаушыларға таптырмас азық. Шпинатта калий, темір, фолий қышқылы кездеседі. Оның құрамындағы табиғи нитраттар жүрек, қан тамырлар жүйесінің тамырын кеңейтіп, қан айналымды қалыпқа келтіреді. Брокколи. Брокколи жаман холестериннің түзілуін төмендетіп, оның сыртқа шығуына көмектеседі. Сонымен бірге рактың алдын алады. Брокколидегі аскорбин қышқылы цитрусты жемістерге қарағанда 2 есе көп. Брокколи С дәруменіне және метилметионинге бай. Ол қан тамырларының серпімділігін арттырып, инсульт пен инфаркттың алдын алады. Үрме бұршақ. Үрме бұршақ құрамында фолий қышқылы, калий, магний, темір кездеседі. Үрме бұршақтың дәнінде ақуыздың мөлшері 17-23%, крахмал 50-60% болады. Сол себепті үрме бұршақ өте жұғымды болып келеді. Зәйтүн майы. Зәйтүн майының күнделікті бір қасығын тұтыну жүрек талмасын 20%-ға төмендететінін дәлелденді. Зәйтүн майы тромбтың түзілуінің алдын алады. Мүкжидек. Мүкжидектің құрамындағы С дәрумені мен антиоксиданттар жүректің серпімділігін арттырады. Сонымен бірге ағзадағы қан айналым жүйесінің қызметін жақсартады. Қан тамырындағы тромбтардың түзілуінің алдын алып, холестерин мөлшерін төмендетеді. Қара жидек. Қара жидек антиоксиданттарға бай. Қара жидек құрамында антиоксиданттармен бірге флавоноидтар және С, Е дәрумендері атеросклероздың алдын алады. Анар. Анар құрамындағы антиоксиданттардың мөлшері қызыл шарапқа қарағанда 3 есе көп. Анар жүрек талмасы мен қан қысымын төмендетеді.
Анар құрамындағы А, Е, С дәрумендері және темір өте көп кездеседі. Жүзім құрамында калий мөлшері көп. Жүзімде жасұнықтар мен антиоксиданттар өте көп мөлшерде кездеседі. Жүзімді шамадан тыс тұтыну артық салмақ пен диабеттің туындауына жол ашады. Авокадо жаман холестериннің мөлшерін 20%-ға дейін төмендетеді. Авокадода калийдің мөлшері өте көп. Авокадоны күнделікті тұтыну жүректің серпімділік қасиетін арттырады. Майлы балықтағы омега-3 жүректің қан қысымын төмендетіп, тамырдағы тромбтардың түзілуінің алдын алады. Майлы балықты күнделікті тұтыну холестериннің мөлшерін азайтады. Омега-3 майшабақ, скумбрия еттерінде кездеседі. Грек жаңғағы құрамында Б дәрумендер тобындағы элементтер бар. Грек жаңғағы жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алады. Көк шай биологиялық белсенді заттар, антиоксиданттарға бай, жүректің жұмысының қалыпты жұмыс жасауына ықпал етеді. Жалбыз керемет күш-қуат беретін өсімдік жапырағы, әсіресе жүрек соғысын ретке келтіреді. Жүрек сау болсын десеңіз, тұзды, пальма майы, маргарин, майонез, майлы ет, алкоголь, кофе және қантты көп мөлшерде қолданбағаныңыз абзал. Достар, осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз.